Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деген екен ұлы ақын, дана абыз Абай атамыз. Сол данышпан Ибрагим Құнанбайұлының айтқан дана өсиет сөзі менің өмірімнің, еңбек жасымның бағдаршамы. Мен мектеп қабырғасынан білім алып, оқып жүрген кезімнен өз алдыма мақсат етіп қойған арманым ұстаз болу еді. Ақыры сол жолды таңдадым. Бүгін мен ұстазбын. Мен Важитова Теленор Абдусаламқызы, тарихы терең, тау баурайына орналасқан, табиғаты тамаша, ортасында мөлдіреп суы аққан, ауасы таза Садыр ауылындағы Садыр орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі боламын. Мен Садыр орта мектебінде жоғарғы білімді, білікті ұстаздардың ортасында еңбек етемін. Олар маған ұстаз. Ұстаздардың айтқаны, сөйлеу мәнері, барлық болмысы үлгі. Мені бүгін орталарына қабылдап, жөн-жосық көрсетіп отырған мектеп ұжымына алғысымды білдіремін. Біздің мектепте екі ұлт өкілдері тату-тәтті, бірлікте білім алуда. Оқушыларымыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деген ұстанымды берік ұстанады. Менің жүрегімнің мектебі демекші, ұстаз болу, жас ұрпақты тәрбиелеу өте машақатты, талабы зор және де қызықты мамандық. Бүгінгі өзгерген заманда техника өз шырқау шегіне жеткен, барлық іс-әрекет электрондық жүйемен атқарылып тұрған күнде, осы заманның ұстазы кім болу керек деген сұрақ менің әрқашан есімде. Менің алға қойған мақсатым теориялық білімді жетілдіріп, методикалық әдістерімді арттыру арқылы келешек ұрпақтың саналы тәрбие, сапалы білім алуының қажеттілігін жадымнан шығармай, мамандықтың қыр-сырын меңгеріп, шыңына жетуге ұмтыламын. Болашақтың кемел кілті, рухты елдің ертеңі, білімді жастарды тәрбиелеуді ұстанған Садыр орта мектебін таңдағанымды мақтан тұтамын. Шын мәнінде халқыңа пайдалы азамат болуға тырысу маңызды. Керісінше халқың саған пайдалы болу емес. Өз ісінің білгір маман болғанға не жетсін? Сол үшін білім алуға барлық күш-жігерімізді жұмсап, жұмыс жасайық дегім келеді. Мен мамандық таңдаудан қателеспегеніме сенімдімін.